Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен сирне дайындау әдісімен бөліскім келіп отыр. Отқа піскен тамақтың дәмі ерекше болады, сондықтан да видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осылай етімді, майымды бәрін турап дайындап алдым. Енді ең бірінші майын осылай қазанымыздың астына жайып аламыз. 3-4 адамға болғандықтан осындай тек аз мөлшерде жасаймын. Майымыздың үстіне еттерімізді орналастырып шығамыз. 3-4 жуамды турап қойдым. Енді дәл осы еттің үстіне осылай салам. Жуамыздың үстіне морковтарын да осылай шағындап турап қойдым. Морковтың үстіне аздап тұз саламын, өйткені еттігінде тұзы болғандықтан аз мөлшерде саламын. Осылай бәрін бетіне қойып шығам. Өзіңіздің қалауыңызша жасай беруге болады. Енді мына болгарский перецті де дәл осылай 4-ке бөліп тастаймын, біреуін. Ең үстіне осы су шығатын помидорларды осылай бөліп тастаймын. Сыртын жуып қойын. Ең үстіне осылай капустамен жауып шығамын. Капустамды да жуып, бәрін турап дайындап қойып едім. Енді дайын күйінде осылай. Мен де нанымды осылай дайындадым, турап. Бұл пәтерді кейбір жерлерде қаттама нан деп айтады. Енді қазанымның аузын жауып, бұқтырып тастаймын. Мінекей қазанымның астын жағып жібердім. Енді кемінде 1 сағаттан кем болмау керек. Қозының еті болғандықтан бәрі өзінің буымен жаңағы әртүрлі көкөністердің суы шығып өзі пісетін болады. Қазанның аузын сол кезде біратала ашамыз. Мінекей тамағымыз дайын болды. Бәрі өз бабында керемет болып пісіп шыққан. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қазақша каналымның дамуына үлес қосып, қоңырауша белгісін басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.